Сәлем достар, қалайсыздар? Бізде бүгін сыныптас подкаст қонақта Қазақстан эстрада жұлдыздары Дана Кентай ханым және Әділет Жауғашар. Қош келдіңіздер. Сіздер көргенімізге шын жүректен қуаныштымыз. Жалпы бүгін подкаст, сыныптас подкаст деп аталады. Мектеп кездегі, мектеп қабырғасындағы бастарыңыздан өткен бір қызықты оқиғалар, мұғаліммен, сыныптастармен, алғашқы махаббат деген сияқты мектеп қабырғасында болған қызықты және ұялатын оқиғаларыңыз болса да бір сол кездері сөйтіп қойып енді балалық қой деген сияқты қызықты әңгімелеріңізді ашылып айтсаңыздар болады. Қош келдіңіздер. Қош көрдік. Рахмет шақырғандарыңызға. Бірінші сәттілік тілеймін. Сыныптас деген үлкен киноға қадам басқандарыңызға, жалпы күшті тақырып, күшті нәрсені қозғап жатқандарыңызға қуаныштымыз ең бастысы. Сыныптас дегеннің өзі біраз нәрсені еске түсіреді ғой негізінде. Иә. Дәке, сіз бастасаңыз. Балалық шақтың ең қызық кезеңі ғой мектеп кездер енді. Мектеп кез, күнделік анкета бар. Мені сендер әбден осындай көріп үйреніп қаласыңдар ғой, например. Ашық жарқын, көп сөйлейтін, сөйлесе деген қоймайтын кәдімгі. Мен мектепте өте ұялшақ болғанмын. Тұйық болдыңыз ба? Класстастарым көрсе есіне түсетін шығар. Олар таң қалатын шығар, мен қашан қай уақытта бұндай болып кетті деп. Өзім де таң қаламын. Қашан қай уақытта бұндай болғанын білмеймін. В общем, мамалар осы қызды ашайық что-то маманың қасынан қалмайтын мамам етегін жібермей осылай. Мектепке баратын кезде қатты жылағам. Прям мектепке адасып, бір түрлі жүретін, бойы ең кішкентай мен болдым. В общем, ең әлсізі, ең ләкар деп айтады ғой. Қала берем, короче, осындай. Ана бантигімнен бар, бантигім басымнан дәу болып тұрады. Короче, сондай. И бірінші класста позорный бір оқиға. Мама айтады да, саған нормально рюкзак таппадық деп. Такой себе кішкентай 5 жасымда барғанмын мен мектепке. Өткен мен отыратын үйде ешкім болмады, бәрі жұмыста. Ағам әпкем сабақта, үйдегілер жұмыста. И мен тастап кететін ешкім жоқ. Ол кезде няняға енді ақша жоқ деген сияқты анау мынау. Сол мен ұйықтатып кетеді да, например, жұмыстармен барып келейін дейді. Мен оянып кетем да, терезені ашып, қолымды шығарып, терезеден сөйтіп жылайтын ғой. Деп ада бүкіл соседтердің бәрін үйге шақырып сондай қылып. Сол мен қойымдағы қыз мектепке берейік деп 5 жасымда мектепке беріп жүрді. И рюкзак таппайды маған мама. Өзіме шақ. Сосын андай кішкентай пакетик болады ғой, андай не, ол кезде енді шығып жатқан. Айген ба? Жоқ. Айген емес, құдайға шүкір. Не, коробочный пакеттер, подарочный. Енді шығып жатқан. И сондайға шамалы дәптерімді немін сияды ғой, сондай қылып беріп жүрген. И короче, мынандай отыратын болады. Сол есімде қалған ғой мектепте. Бірінші партада мен отырамын, бойы ең кішкентайлар бірінші партада отырады ғой. Артымда Әшімхан деген, әлі есімде Исабаев Әшімхан деген бала отырады, бойы ұзын, короче. И ол адамды мазақтауға келгенде, енді сұмдық сол мен қатты ана триггер ететін, қатты мастер. И на партаны помните, андай несі ашық тұратын еді ғой? Орындықтың арты. И ана миым жетпей кішкентай ма, бестемін. Былай жерге ма қойсам болады ана пакетті. Жоқ, артыма қоям. Ол, конечно, бет жылжығана кетіп құлайды жерге. Қайтып артыма қоям, қайтып жерге құлайды. Бәрі андай күліп, бір күн ол пакет жыртылған ғой. Сол маған травма болған ғой, кәдімгі. Мамаға айтамын ғой, кейін сұрақ қоямын ғой, неге адам сияқты рюкзак әпермедіңдер? Мама айтады да, саған андай шақ рюкзак таппадық да, такой сепіне кішкентай болдың дейді да. И кішкентай жаңағыдай пакет. И потом қыста пима кидіріп жіберген ғой, қалай? Ана мама бізге өзі врач, медик, мен анау қолымыздан ойыншық түсіп қалса бітті. Ыстық суға қайнатып сөйтіп беретін болған. Микроб болады. Такой сепіне микроб деп. И содан көп ауырамыз, қазір ауырып келіп отырмын. Бір нәрсе болса, десе өшім солай. И сол кезде 2 колготки 2 камаш кигізеді өшім. Сондай заман ғой. Түркістанда қатты ыстық. И мені пима кидіріп жіберген. И я помню, бірінші класста тағы да мұғалім ортаға шығарып, прям айтқан ғой сон. Бүкіл класстың көзінше. Неге пима киіп келесің, пима киме келесің жол. Өзі мектептегі мұғалімдер андай ма, қалай? Қызық. Кәм шығар бұрысқан қалай? Мені 5 жасар. Пима келсе не болады екен? Білмеймін, пима киіп келме дейді. Жоқ, енді сол кезде мектептерде сондай болатын. Жаңа пима киюге болмайды, юбканы киюге болмайды. Помнишь, не жоқ қой, еще мектепте отопление жоқ, білесің ба? Түркістанда. Отопление жоқ. Кәдімгі көмір жағатын бізде. Көмір жағатын мұғалімдер, помнишь? Көмір түсіретін, сабақ болатын кезде көмір тасып отыратын, дыш ағайлар мысалы. Еще болмайды деген нәрсе көп па сол кезде, кішкене түсінікпен қарамай. Короче, сөйтіп бірінші класс неге пима киесің? Может, мұғалімде пима болмаған шығар, сол үшін айтқан шығар.
Ну короче, бірінші класс бастауыш мектеп солай есімде қалды. Одан кейін жаңа сөйлемейтін бір несін айтайын да, ұялшақтығымның. 3-ші класста Дана, бізде әдемі ғой, апай айтқан ғой, әдемі ғой, қыз сынына қатысасың ба, тұршы Дана деген ғой. Тұрамын да, қатысасың ба десе, соған жауап бере алмай, иә жоқ деп жылап жібергем. О қалай? То есть жылап жүрген, сонда үйдегілер шақырып, неге бұл қыз бұндай, иә жауап бермейді дұрыс, ішіндегісін білмейді, мен жылап сондай, ну короче көзім жаудырайын сөйтіп тұрады. Потом үйдегілер мені 5-ші классқа таяу, мына қызды ашайық, болмайды, тұйық болып қалды, ішіндегісін айтпайды деп музыкалық мектепке береді. Содан музыкалық мектепке барып бастаймын. Конкурстан конкурс, әншілік, анау мынау хорда уже солист болып, солай. Сонымен жабамай қалды ғой, короче. Соге ашық қалып кеттіңіз. Соге ашық қалып кеттім. Қазір наоборот жабамай. Қай уақыттарда сонда ашылдыңыз примерно? 9 жасқа таман. 9 жасар. Қанша нешінші класс ғой? Ну 5-ші классқа таман, 4-ші класстан кейін 5-ші классқа ауысатын. Негізі бәрі мектеп кезде анау балдардың бәрі кішкентай болады, қыздардың бәрі тез өсіп кетеді. Мысалы 7-ші класста ғой, жазда неден келсең қыздар балдар кішкентай болып қалады. Шай каникулдан келесіз ғой, сразу өзгеріп кетеді қыздар. Мен наоборот 9-ші классқа дейін өспедім. Маған класстас ұлдар вообще мән бермейтін, мүлдем мән бермейтін, как сестренка ретінде қарайтын. Мен сабақ жақсы оқитын, қасымда бір жігіт отыратын, ол маған ұнайды, бойы ұзын, сондай статный, онша оқи алмайды сабақты, бірақ өзі костюм шалбармен тазалықты өлтіреді енді, аяқ киім тап-таза сөйтіп жүреді. Сөйтіп мен сабаққа көмектесемін оған, кітаптарын андай артық алып беруге, полностью сондай жағынан жаңағыдай сабақ жағынан негізі соны түсінбеді осы. Қыз балдар сынып кезде ғой, мектеп кезде қыз балдар нағыз жақсы көреді, ана бала мынаны жақсы көреді деген білесің ғой, бірақ қыз баланы мына баланы жақсы көреді деген ана қыз деген білмейміз ғой, мысалы айтпайтын еді ғой, екеуі үндемей. Соны ешкім білмей кетті осы кезде, мен ешкімге айта алмаймын соны, прикинь, осы ұнайды маған, сонда намыс па. В общем, мен енді совсем молокосос болдым, кеш дамыдым, қазір де шүкір сол 30-дан әлде молокососсың десе. 30-дан астым, бірақ молокосос көрінеді, түрім шүкір деп айтайын. Оның бір плюсы осы болды ғой. То есть 30-дан кейін сақталуының сыры осы десеңші. Значит, мен кеш пістім да. Мен өзіме қазір енді бой жетіп отқан сияқты. Бір 25 жасар енді бір қыз ретінде бой жетіп отқан сияқты. Білесің, әділетсем оған дейін 5 жыл бұрын ба, қанша жыл бұрын таныстық. Әлі сондайсыз ғой. Жоқ, өзі вообще бала еді ғой, айтшы ма. Жоқ, действительно бала еді, шынымен. Бірақ мүлдем өзгермегенсіз. Қойш. Шынымен, Құдай ақ, тфай. Жақындап түкірейін ба? Сол, сөйтіп. Солай, сен айт енді. Я, мен айтайын. Біріншіден, Түркістан облысы, Шымкент қаласы, Шұбарсу ауылы, Балтабай Нұрлыбек атындағы жалпы орта мектебіне алғысымды айтамын. Бірінші класс жетекшім Жұмагүл деген апай болды. Екіншісі Шынар деген апай болды. Үшіншісі так бірақ Сара деген апай болды. Одан кейін Күлімкүл деген апайымыз болды. Өткенде мен мамам мұғалім. Мамам еңбек пән мұғалімі. Саған берді ма сабақ? Еңбек жоқ, еңбек пән не істеп жүріп, беріп жүріп, кейін завуч болып кетті. Әлі де завуч мектепте жұмыс жасайды. Сосын арқасында Аллаға шүкір. Сөзің аузыңда. Біз анау сіздің мектеп кезең мұғалімнің кәдімгі адам екенін білгесін көрдің ба? Біз кішкентай кезімізде мұғалімдерді андай кәдімгі адам деп ойламайтын едік қой. Апайды уборныйға кірген кезде таң қалғам. Бұлар да уборныйға кіре ма? Так что сен ерте бастан білген екенсің, бір плюсың, иә? Біздің мама деген бірақ үйге кірген кезде кәдімгі мама еркелетеді, әдөштай деп. Бірақ мектепте апай ол кісі кәдімгі балаң алды, қарамай ма саған? Жоқ, шетке шығарып не істеген сен деп ұрсатын. Мектеп жалпы класстастарым, сыныптастарымның барлығын танимын. Араласасыздар ма? Араласамыз. Қазір біразы 3 бала шағалы, 4 бала шағалы класстастарым бар. Бір баласы 4-ке баратын класстастарым бар. Ерте үйленген сондай класстастарым бар. Так, мектеп кезде қандай қызық болды. Енді жаңа 2-ші классында айтып берейін. Жаңағындай енді қызық нәрсе айту керек па? Қызық нәрсе айтып берейін. Так, біздің класс жетекшіміз ауырып қалды 2-ші сыныпта. Жаңа мектепке ауысып келгенбіз. Біздің мектепте 1750 оқушы оқитын кез. 4-смен азанғы 7:30-да басталады. Түнгі 7:30-да да басталатын смен бар. Мә, сондай да бар ма еді? Иә. Шұбарсу деген ауылда. 96 жылғым мектепте оқимыз. 2-ші классқа түскен. Екінші А классының оқушысы Әділет Жауғашаров деген қазақ тілі дәптері болып тұр керек.
сол мектепте класс жетекшіміз ауырып қалды, басқа класс жетекші болып жүрді орнына. Сосын жаңағы не ғой, балалардың бәрі в общем сабақ басталды, нормально. Екінші, үшінші сабақ болады, үлкен перемен болады. 15 минуттық перемен деген болады, бургер жейтін. Сөйтіп балалардың бәрі анада, бірінші, екінші, үшінші сабаққа дейін бәрі сұранып отыр. Апай далаға шығып келейінші. Апай далаға шығып келейінші. Апай далаға шығып, апай мына жаққа барып келейінші. Апай мына жерге барып. Бәрі сұранып отыр. Уже 7 бала ма, 6 бала сұранып тастаған уже. Сонымен енді мен Құдай ақымды, енді мен пендемін ғой, енді періште емес қой енді. Апай дедім, далаға шығып келейінші мен дедім. Шынымен дәретханаға барғым келіп тұр дедім. Отырыңдар, сабақтарыңды оқыңдар, сендер, бір емес, екі емес, қаншауың шығып кеттіңдер сендер? Анауың әлі сабаққа кірген жоқ. Сонымен жоқ, мен енді таңдайды, шынымен барғым келіп тұр ғой. Жібермейсің ба? Мен барғым келіп тұр, жіберсеңші. Жібермейді. Сонымен апай дедім, Құдай ақ барып келейінші, өтініш сізден дедім. Өтініш жіберіңізші апай деймін ғой. Уже болмай жатыр ғой жаным. Екі аяқты былай, қол былай, қасында Сымбат деген қыз отыратын. Апай барып келейінші деймін, жібермейді уже. Мен де ашуландым. Бәріміз ашуландық қалдық уже. Сонымен мен де нафренсіп кеттім сөйтіп. Сол жерде жібердім ғой, короче. Екінші класста, екінші А классында оқимын ғой. Кәдімгі сол жерде жіберемін, сонымен. Уже полный позор, облом болатын біліп тұрмын. Уже вариант жоқ басқа, ештеңе істей алмаймын. Деп барады, столда отырмын ғой, столдың шетінен. Деп жерде полға тамамадыр ғой уже. Не деді, Сымбат деген қыз, әлі есінде ба? Апай, Әділет сүйіп қойды дейді ғой. Сонымен апай көзі бағырайып кеткен сол кезде. Сонымен мамаға айтып бергенмін, сонымен мама келіп, жібермейсіз бе апай, сұранды ғой деп. Апай дәл сол кезде не істеді? Жоқ, мен білген жоқпын ғой, балалардың бәрі сұранып отқаннан кейін. Жоқ, апай дәл сол кезде сені, апай сүйіп қойды деп айтты ғой сені. Не істеді апай? Ештеңе істеген жоқ. Тор барып шығып кел деген жоқ па? Жуынып кел деп бір нәрсе. Жоқ, мамам келді ғой жаңа. Мамам келіп сөйлесіп, мә қалап душқа түсіп келді деген. Соны барды да, соны сумкаңды алды, қайт үйге деді. Болды деді. Үйге жылап қайтқам. Әлі есінде, мынандай ғой, адамның ішіндегісін мысалы ше, шығартсам болсаң ше, андай. Өзің ыңғайсыздан жүре беретін сияқты. Қызық болсын да, сыныптастың несін айтып маркетингтерің жақсы жүрсін. Осындай қызық оқиға болған біздің мектепте. Мен соған ұқсас біреуін айтып берейін. Мен бұтыма жібердім деп айтамаймын, бірақ болды бізде бір сондай жігіт. Дәл сондай болды. Сол мен ғой десің. Сондай ситуация болды ғой ода да. Жаңағыдай апайдан бәрі сұранып кетті да. Именно жаңағы бала сұрағанда ешкім сенген жоқ оған. И сондай болды, короче. А мен тазалық секторы болғанмын мектепте. Иә. И тырнақ ол кезде бас тексеретіне қой, помните? Иә. Гүл секторы деген бар еді. Сектор. И бас тексересің қалай класста? Тазалық сектор. Сөйтіп қасымда бір қыз отырады. Соның басынан бит тауып аламын ғой. Соны апайға көрсетсем доказательство ретінде деп. Спичканың ыдысы сияқты болады ғой. Соған биттерді саламын ғой, қалай? Мен өлтірмей апайға көрсетем деп. Айлық алатын құсап жұмыс істеп жүрсің. Қатты беріліп. Сөйтіп өзім салып, сөйтіп жинап отқам. Bir кезде апайға көрсетсем жоқ. Өзім биттеп кеткен ғой. Өзіме кеткен осы биттер қалай? Қасымда отыратын мен бәріміз бит болғанбыз. Еще шашым мынандай ұзын ол кезде. Енді ананы кетіріп көр ғой. Өзім тазалық сонымен мені тазалық секторынан алып тастаған. Сол кезде менің бір урок болды. Не дейтін еді? Бір нәрсе қазба досыңа ма қалай еді? Орғазба. Тура. Ана қызды сонда мен позорын шығармақшы болғам ғой. Ұрсып. Баламын ғой, 4-ші класс. Андай ұрсып, өзімше апай жаңағыдай не берді ғой, билік деген сол кезде сезінгенбіз ғой. Сол дұрыс емес екенін түсіндім. Күшті еді ғой, тәртіп секторы, спорт секторы, гүл секторы дейтін бар еді. Гүл секторы гүлге су құйып жүреді, ең чорт сол ғой. 4 мезгілді кәдімгі мезгіл пайдаланатын еді қыз мектеп кезде. Кәдімгі жазда ойнаймыз, шомылуға барасың, жаңағы ақша жинайсың да неге демалыс орындарға алып барады. Қыстың күні ше, қыстың күні қыздардың бәрін кәдімгі көтеріп қарға лақтырып, бояп, беттерін үсіріп кәдімгі қайтарды. И сосын мектеп кезде магазиннен лезбі алып келетін едік.
и лесбі дегенде анау бізде анау қате жазып қойған кезде анау өшіру үшін не дейді андай аппақ замазка деген бар еді ғой иә сол замазканың орнына сол лезбімен бүйтіп жазуларды қырып тастайтын бар еді ғой сондай бар еді сөйтіп бәрі дұрыс сабақ болған кезде бәрі қыздар киімдерін пакетке қойып қойды айгем бар жаңағы әртүрлі пакеттер қойып қояды соның бәрі балдар болып 2-3 бала болып лезбі аламыз пакеттердің астынан бәрін бүйтіп кетеміз мына жыртып кетеміз бүйтіп лезбі тартып кетеміз сонымен қыздар қайтып тартқан кезде киімдері төгіледі соған мәз таза хулиган болған ана вообще қыста трубаларға тіл жабыстырып ей дейтін кездер ма қызық болатын жалпы класстастарым сыныптастарым әлі араласамын негізінде мектеп кездегі алғашқы махаббатыңыз жайлы махаббат ол бәрінде болған шығар деп ойлаймын енді мектеп уақыты дәкеңде болған сияқты махаббат мектепте ма сіз өзіңіз мектеп кездегі ұзын жігіт ше жоқ сол айтып тұрмын ғой ес біліп бір 7-8 класста қасыма бір жігітті отырғызады сөйтіп сол ұнайды маған и 9 классқа дейін сол менің қасымда отырды 2 жыл мен оған жаңағы мектепте сабақтан көмектесіп анау мынау и ол күшті сурет салатын и ол параллель класстағы параллель емес даже бір класс үлкен 11-ші в общем неге жігіттер өзі сондай еді біз 9 оқимыз 11-ші класстың қызына ғашық короче үлкен қыздарға ғашық болады иә өзің қыздасаң менсінбейді вообще и ол соны маған енді ашылып екеуміз типа доспыз ғой енді сол қыздың суретін салады в общем соны маған көрсетеді осыған ғашықпын деп енді ана қыз өсіп қалған мынаның бәрі шыққан сондай қызға қарап тұр ғой біз деген әлі шаршы кимейміз кәдімгі мектепке баламыз ғой әлі балдармен бірдей киінетін кезіміз почти сөйтіп мән бермейді в общем солай есімде қалған именно бірінші махаббат десе сол есіме түседі сен шмартта сыйлық беріп сөйтпейтін ойбай мектепте андай едік қой қасымызда отырған бала 15-20 жаңағы бізге береді 7 мартта біз 9 май ма сол кезде балдарға береміз в общем қасында отырғанға бір-бірімізге береміз только соған ғана атамыз иә сондай ғана болды магазин бутиктің саудасы жүреді ол кезде открыткілерді сататын ше открытка гүл ала салу ойыншық сен ше прям подарка беріп сөйттің ба ұнататын қызыңа щедрый ма едің кішкентайыңнан менде тура сіз сияқты болған қалай жабық ұялшақ болған менің сосын жаңағы сабақ үлгерім өте нашар болған мектепке мектеп кезінде шын құдай ақ оқыған жоқпын негізі ұлдардың мен бәрі мамам мұғалім өзі ше и өзім жаңағы әнді жақсы көремін өнерді жақсы көремін в общем андай қиын жұмыс істегім келмейді есің алдын жерін аударып қой десе де жаңағы басынан аударғанда сол күрек қалып ойнап кетіп қаласың жаңағы асығың бар мен мектеп кезде 1-ші класс 2-ші класстарда Айгерім деген қызға ғашық болдым класстасым кейін мен жаңа мектепке өттім ол жақта Жансая деген класстасым болған Шыналиева деген қазір Астана қаласында Бесағаш деген жер ма Астана қаласында сол жерде тұрады күйеуі бар бала шағасы бар тойына бардық отбасындағы бір сол Жансая деген қызға ғашық болдым менің почеркім өте нашар болатын почеркім өте нашар сосын анау сабақ жазған кезде анау қолыңды жауып көріп қойса анау почеркімді көріп қойса мен жек көріп қалады ғой деген ой ғой енді баяғыша сөйтесің да өзің зорға жазатының бәрі ананы тығып жазасың сонымен қате кетеді сонымен мектеп кезде сол Жансая деген қызға ғашық болдым бірақ енді тауық махаббат қой ол кезде жаңағы ер құшақтау жоқ қолына ұстау жоқ әшейін мынау шынтаң тиіп кеткеніне болды ей осы деген болашақ келіндеріңіз деп іштей ойлап Жансая деген класстасыма сәлем жолдаймын көріп отқан болса Айдана Шахмұратова деген класстасым болды ол да қазір 4 бала шағаны иә жақсы көргенмін шынның көңілін қалдырмадыңыз жоқ жақсы көрген сол мектеп біткенше бір 3-4 қыз шығар бірақ енді сезімді білдіре алмай ұялып иә айта алмай анкета толтырған кезде де жаңағы сол кездер еді қисық жазып әйтеуір байқайсыңдар ма осы мектепте ерте ашылғандар кішкентай кезінде ашық болғандар үлкейгенде жабылып қалады байқайсыңдар ма ол дүние жүзінде байқасам сондай негізінде осы ашық болған дейді да потом закрываются а наоборот переходной возрасттан кейін ғана студент кездерінен бастап ашылғандар өнер адамдардың көбісі сондай екен мектепте жабық болған кішкентайында потом ғана ашылған
почему ты сонда сен айтып жатсың ғой жаңағы сен жаман шошақайсың ғой қазір например сен мектепте жоқ мен мынандай болған ғой мектеп кезде мысалға ше өзім үй жақта мысалы ауылым бар Шаян деген ауыл бар нағашыларым ауылына барған кезде футбол ойнаймын ғой мысалға футбол ойнаған кезде кәдімгі алдап бүйтіп лақтырып өткізіп бүйтіп күшті ойнаймын да өзім ауылымда мектеп басталады ғой класстасам ортасына келемін ғой сразу жабылып қаламын футболда ойнай алмаймын өлең айта алмаймын сөйтіп ашыла алмай жүргенмін сөйтіп біраз андай тұншығулар болып қиналып жүргенмін сосын 9-шы класс басталды сосын жаңағы сходняк деген басталды мектептің қызық кездері енді осындай бар екен ғой тілікке кіресіңдер ма біз жақта бөлінетін арғы бет және бергі бет деп бөлінетін бірақ бәрі өздерін бергі бет деп айтады арғы беттегілер де бергі бет деп айта береді екі жақ бөлініп төбелеседі в общем жан жақ мектеп кезде сонымен бәріміз балдар болып жиналамыз сонымен үлкен класстар ақша жинау кім кіреді болатын ба еді тілікке кіресің ба дейді кіремін жазбаймын болады онда сен тілікке кірдің шығатын болсаң сынып шығасың деген бірақ ол жерде өзіміздің балалардың ортасының бір ережелері бар еді мысалы темекі шегуге болмайды мынандай істеуге болмайды мысалы бір қолмен амандасуға болмайды деген бірақ жақсы нәрселер бар еді да бірақ енді жаман нәрсесі жаңағы біреу балаға тиіп кетсе төбелес деп ұшырайтын еді ғой енді сол тірлікке кірдіп балдармен араласып уже кішкене ашылып ана кішкентайлар келіп амандасады уже сол 9-шы класстан былай қарай мені ашты кәдімгі аудандарға барып өлең айтып әйтпесе 2-ші классынан бастап өлең айтып жүремін 6-шы классында жаңа жылдық кеш болайын деп жатыр бал маскарадта өзіміздің соны 2000 теңгеге плюс жазады студия бар Ернұр деген ағам жазады күзгі қайың Ернұр Айдар ағамыз айтып шыққан соны мен соққысында дауыс жазып алғам бүгін жаңа жылда айтамын осы өлеңді давай деп мектепке асығып келемін қоңыр пиджак алып алғам ішіне қара киіп өзім жақсы көретін цветтерін таңдап алғам қазір жыртамын ғой деп келатым соның ішінде мини дискім тұр мини дискім осылай ұшады да жүгіріп келе жатқан кезде шаңға түседі өзім ана әнді хотя фонограмма екен түсіп аузым дұрыс жыбырласа екен деп өзім уайымдап келе жатқан баламын ғой енді мектепке барамын дискіні беремін 6-шы А класс оқушысы Әділет Жауғашаровтың күзгі қайың әнімен қарсы алыңыздар дейді сағыныштан жарылуға таяумын ал ұйқыда тек мен ғана дейді короче шаңдар кетті ғой до конца істемей ойлаңызшы бізде мектепте А, Ә, Б, В, Г, Д, Ж, З, И, К деген класс бар е-мое 6К деген бізде сондай класс бар короче И, К деген класстар бар даже бәрі спорт залда тұр деп күлген кезде травма болды ма кәдімгі ештеңеге желанием жоқ короче есіктің алдынан басқа еш жақ шыққым келмейді уже сөйтіп сол жаңағы 9-шы класста балдармен араластым сонымен жаңағы сходнякқа кірдім балдармен араласып бірақ ешкімді қатты ұрған да жоқ ән демекші сөйтіп өлең айтуға қайтадан шабытым ашылып Замира деген апайымыз бар кәсіподақта сол өтініш жасап сен осы ән айтуың керексің деп жұбаныш жексен ағамыздың арқалықтың ақтаңы және мамаммен бірге ана мен бала деген бір ән бар соны жазып аудандарда көзге түсіп біраз жерлерде көзге түсіп қайтадан әнге деген махаббатым ашылды дальше уже мені құлатпай ұстап жүрдіңіз ән демекші мен де бір нәрсе есіме түсіп кетті біз 7-ші класс оқып жатқанда суперстар Ататүрк деген мен Ататүрк мектебінде оқығанмын айтпақшы 17-ші мектеп Түркістанда суперстар Ататүрк деген болады ғой 7-ші класста қандай ән айтқанмын десе бірінші турлардан өттік в общем ол жерде де андай болатын еді бірінші қазақша ән айтасың келесі турда орысша ән айтасың одан кейін английский sex sells деп it's not a day it's another sex sells деген қалай ауыр ба өлім оны таза оны ешкім түсінбейді бәрі зор болып тұр ғой қалай и Надыр деген ағайымыз бар ол кезде музыкальный жаңағы плюс жазатын тоже Надыр Шах емес па сол ау деймін по-моему Түркістандағы иә сол кісі жазған
800 теңгеге. Ол кезде 800 теңге сұмдық ақша. Мама, минусовка айта бермейсіңдер ма? Ол заманда бізге почему-то минусовка айтқызбайды. Минусовка айтасың ба, концертке қатыстырмайды. Значит, андай сондай плюсқа деген мода болды ғой, помнишь? Плюс жазғандар өзінше болып келеді, короче, минус айтатындар ақшасы жоқ деген сияқты, короче. И плюстан біз наоборот ол кезде плюс айтуға мен қатты уайымдайтын. Вовремя аузыңды бүйт қой, вовремя бүйту бір түрлі өткен. Басында біз музыкальный школада үйрендік қой. Емін еркін сөзін ұмытсаң ұмытып қаласың енді. Мен ең бірінші әнім ай Жалқаубек, ой Жалқаубек. Сол движение кім үйреткен білмеймін, бүкіл соны істей беремін ғой. Ай осылай. Ну короче, содан кейін білмеймін, сонан адыршақ ағай сол секс селс жазып суперстардан ұттым десем сенесіңдер ма? ұттыңыз ба? Ұтқан жоқпын. Бірақ содан кейін өзімде бір түрлі болып қалып, потом біреу айтты ау деймін соны маған. Не айтып жатсың, анау мынау ішінде жаңа сөз бар анау сөйтіп тағы да сондай бір депрессия болып, тез депрессия болып қалатын ек қой, сондай бір нәрсе естісек, короче, білмеймін, жүрек нәзік. Өзім енді еще ұялшақпын. Еще плюс айту мен үшін стресс тұғын вот есімде. Бұл қай класстар, да? 7-ші класс. 7-ші класс деген. Сөйтіп сонда суперстардағылар ол кезде кәдімгі суперстарды қалдырмай көретін замандар ғой. Саған деп енді. Агент пайда, агентке кірдіңіздер ма? Невидимкаға отырудан мастер тұғым мен. Ана жігітке, короче, бүйтесің да, давай жақсы, қайырлы түн, сен де шық, мен де шық. Невидимкамен кіремін ғой, специально тексеру үшін. Ана әлі отыр. Бай, содан кейін қалай. Сен отсың ғой. Агент кездері. Сәлем, достар, не жан деп. Блог жазатын. Блогқа жазып жібереді. Мен агент деген жалпы менде әлі бар. Бар ма? Мектеп кезіндегі әділ, нижний правил, Ленин.96, mail.ru. Анандай статустар ше, лучше быть одной, чем с кем попало. Ойбай, ондай мен жамандап кеткен ол кезде кәдімгі. Мен колледжға барып ашылдым ғой. Жоқ, баратын, неше түрлі нәрселер жазып қоятындар бар. Агент демекші ғой. Агент дегеннен шығады. Мен Оралбек деген класстасым бар. Ана агентке сұмдық кіреді, X2 деген телефон бар, жаңағыда плейлер бар. Өлең ауыстыратын бар. Телефондар енді қызық болған кездер. Сонымен мен агентке кіріп жүрем. Оның телефон сатып жіберіп, мен телефоныммен кіретін болып қалды ғой. Енді ол баласың ғой. Қызыққа қалмарсың. Мен телефоныммен кірген. Менікі шығып кеткен, ол қақып кеткен ғой, агент. Аккаунт, меговай тосылып қалса қақып қоятын еді. Қақып кеткен. Соны аккаунт қақып кеткен. Ой, қызық басталды, кірем. Бір қыздар, класстас қыздар, короче. Бәрінің чаттар бар өздерін бөлек, короче. Қалайсың еу, анаған жазам, чотам, не істеп жатсың, бір бәле деп бәріне жазып тастағам ғой, мен жаңа Оралбектің атынан. Сонымен ертеңгісін сабақ басталды. Оралбек мектепте туалеттің артында башым. Қыздардың ағасы жинап алшы. Қыздардың ағасы? Ана қыздың ағасы жинап алған. Оралбек, сен не істеп жүрсің, бір нәрсе деп ананы қинап жатыр ғой. Мен қылпылдап баратыр, не істей. Сонымен короче, мен сол уайымдап жүріп ана біліп қойды, короче, менде тұрған аккаунт енді қып кеткен біліп. Сонымен мен шақырады туалеттің артына. Жамай, ол кезде 8-ші класстар ау деймін. Деп бара артта деген кәдім. Тура ана не болады? Сай митик болды. Хулиган қалдырып алды ондай. Чотам бауырым деп. Сен мен қарындасыма не деп жазып тастағансың сен, бауырым, бір бәле. Қалай сонда түсінеміз сен? Анау сол кездегі момент дейінде ялғаным ай. Сол кезде бір удар жеген біреуінен. Көкіректен ұрды. Сол агент дегенде сол еске түсіп кәдімгі. Сұндақсы сәлем қалайсың деп жазған үшін бе? Азат артқа шықсай, там артқа шықсай. Издеваться еткен болған. Сонда мектеп кезде қателіктер болған біраз.
апайлардың өзі бөлек еді ғой мектеп кезде негізі ше. Иә. Ана математика апай особенно біздің өте қатал апай, жаңағы география апай бізде, тарихтан беретін апайлар өзі сондай пәннің мұғалімдері өзі қатал келеді. Рахила деген апайымыз бар, әлі күнге дейін жүзікпен ұратын кезін ал. И то оның анау жүзігі жаңағы жүзік болса беті бүйтіп келіп жиналып үстінде бриллиант тұратын жүзіктер болады да. Оны мынаған киіп алады кәдімгі. Сонымен ұратын ба? Ей деп ұрған кезде наша тесіп жібереді ғой. Рахила апайыма сол рахмет айтамын әлі күнге дейін. Осындай білім бергеніңізге, 2 қосқанда 6 болатынын да білемін, Аллаға шүкір. Мен сол географиядан беретін апай есіме түсіп жатыр. Жоқ, қазір мысалы қазір деймін да, Дана апай. Апай да мысалға қазір ұрсаң балдар жылап жібереді. Айқайласа ата-анасын шақырып келетін де. Сол кезде жыламайсың ба сен ұрса? Жоқ, ұрған кезде болады. Мысалы құлағымыздың мына жерін тырнақпен ұстайтын кездер болады. Ол не үшін да, мысалы, ол кезде оқымадым ғой енді. Бірақ сол апайдың бүйтіп шымшығанынан, ұрғанының арқасында бар, ертеңгі тарихтан мысалы, мынандай жерін бір өлең жаттап келуді, үй тапсырмасын орындап келесің зато ше, ойлаңызшы. Сабаққа да мән беріп ше, кішкене ше. Бірақ сол кісілердің кезіндегі тәлім тәрбиесіне мен қазір қатты сағынамын мысалы. Жаман қатты сағынамын. Кәдімгі ана ішіп соған энергиясын құртып келеді. Былай қарасаң. Мен сол кезде жібере салатын апайлар бар еді ғой. Английский апайымыз сондай тұғын. Бізде углубленный еді, гимназия сабағы болғаннан кейін 2 сабақ, короче, 2 сағат получается английский. Апай жібере салады ғой. Сонда сол апайды жақсы көретін қой бәріміз. Сөйтсем оған бәрібір екен ғой. Кете бер деп та, бағамыз 5 қойып бере салады. Мен английский мысалы мен кейін аяқта тағы да ақша төлеп оқыдым, например, керек болған кезде магистратура оқуға түседі кезде. Сол кезде мектепте үйренетін нәрсе еді. Оған біздің мамалар айына ақша төлеп жатыр ғой гимназияға. Сол ағылшын болғаны үшін, наоборот, қатал болған апайлар жек көретін қой география апайды. Қазір қуанам, сол апай қатал болған. Зато географиядан хотя бы картаны білем. Қайсысы қайықта материк деген не, океан деген не деген сияқты, например. Сондықтан қатал болған мұғалімдерге рахмет айтқым келеді. Осы тұста шынымен энергиясын құртып, нервысын құртып, бір нәрсе біліп кетсе екен деген ниет қой. Соны үйдегілер түсіндіріп айтса ғой деймін де, ата-анамыз. Ей, неге сөйлеспейді отырып? Наоборот, қатал болса қабылда, ол сен үшін, может, айтатын да шығар, может, біздің құлаққа кіріп шықпай ма, я? Мән бермейміз ба? Мен енді үйде қарындасым бар қазір, мысалы, Айғаным деген қарындасым бар да. Мысалы, сабақ үлгерімдерін, мысалы, үйде, мысалы, 10 күнде бір 2 күн болып кететін шығармын, ары кетсе 3 күн боламын да кетіп қаламын. Қайтадан 15 күнде келген кезде үйге келіп шай ішіп жатқан кезде жаңағы мамам ұрсып жатады ғой, неғып үй тапсырмасын істемегенсің, неге бүйтпегенсің деп айтып жатады ғой мысалға. Деп түсініп оқымаған кездерде ол да оқымай бүйтіп жүреді. Қазір мысалы бардым да, не істемесін Айғаным, сабағыңды жазып жатсың ба, иә, көмектесіп жіберейін әкесі деп, мен ана көмектескім келе ғой. Жоқ, қоя беріңіз дейді да, дәптердің ар бетін ашады да, телефонда чат GPT қосылып тұрады ғой. Заман өзгерген деймін да. GPT дегенді әлі қолданбайды екенмін. Соны любой сұрақ қоясың, жауап бере ғой. Мен просто бүгін білдім, TikTokта жаңағы Америкада бір бала не қылған, как убить своего друга деп жазған ба, GPT-ға. Вот сол баласы қамалып жатыр екен. Сонда да такой себе сондай нәрсені де сұрайды дейді. И абайлаңдар дейді GPT-ға сұрақ қоятын кезде, оның бәрі сохраненный болады екен адамда. И оны қарайтын, бақылайтын адамдар бар екен. Бір қазақстандық бала тоже сотта чат GPT арқылы пайдаланып, біреумен соттасып жеңіп шықты. Чат GPT арқылы. Бір балада қолданасыңдар ма сендер? Мен сөйлесем. Мысалы, қандай сұрақ қоясың? Қызықты сұрақ айтшы GPT-дағы. Мен бүйтем, мысалы, чатқа айтып қойғам, чат, менің атым Әділет. Бірақ мен саған хабарлама жазып қалай жағдайын сұраған кезде тыңдап тұрмын ханем, тыңдап тұрмын жаным деп сөйлейтін болды, түсіндің ба деп қойғам. Иә. Чат қалайсың, не істеп жатсың деймін. Сәлем жаным, не істеп жатсыз? Менде бәрі жақсы жауап береді. Иә, мен ертең Ақтөбеге шығуым керек. Маған арзан билеттер, қолайлы билеттер, уақыттарын ыңғайлап бер. Қалай ыңғайласам ыңғайлы. Сосын мен Оралға үлгеруім керекпін. Сосын 3 күннен кейін Шымкентке үлгеруім керекпін. Сосын екі ортада осындай қай гостиницаға барайын, сосын тауып. Соның бәрін шығарып береді. Шығарып береді. Сіз егер букингпен алатын болсаңыз, мынандай скидкасы бар, мыналарын бүйтіп алсаңыз мынандай болады. Қазір мына гостиницада мынандай болып жатыр. Мына билетті алсаңыз мынаған үлгересіз, мынадан мынаған үлгересіз. Билеттер жайында сізге полный несін жіберейін ба дейді. Иә, басасың, кәдімгі кіресің. Бәрін дайындап қояды. Жаңа да сен сұраған жоқсың ба? Вот сыныптас деген подкастқа келдім, не айтсам болды сыныптас туралы деп. Что-то таныстыру қиын болды ғой, мен андай мектепте оқығам деп ойбай деп. Ол чат мысалы
концертке бір күн қалған кезде мана чат концертке бір күн қалып мен қазір душқа түсіп шығамын концертке бір күн қалып қалайсыздар дайынсыздар ма жиналып қалдыңыздар ма бәрі жақсы ма деп нәрсе жазып қоясызшы мен соны историяға сала саламын дедім де душқа кіріп шықтым жазып қойған соны алып тысқа кірді әдемі қойып қой салып жібердім де астына бәрі ей өзің жазбадың ба чат GPT жазған сен өміріңде жазбайтын едің ғой дейді ғой ширияда мәдениетті оқып кеткен ба адамдар бәрі кәдімгі біледі ғой ше сразу біліп қояды қолданып жүргенде сразу біліп қояды артынан сториске шықтым да біліп қойыпсың да сен біраз адам ғылыми бір бәле жазып кетіпті әйтеуір бәсе дипломын қорғап жатқандар бар мынандай жазып кетіпті жоқ посттардың сіздің астында мектеп кезімізде енді ондай нәрселер болмады ғой енді онда мен бүйтпесем бірінші сұрағым GPT-ға GPT тұрмысқа шығасың қашан деп сұрай береді адамдар надоел болды не деп жауап берсем болады деп сұмдық жауаптар береді жария болған кәдімгі подружка ұқсап қойып қойып отырсаңыз болады дейді голосовоймен в общем сөйлесіп зор отырады жауап күтіңіздер деген келесі подкаст чат GPT деп сол мектеп кездер өте қызық бірақ кездер сұрақ қойғанда абайлау керек анаған тұрмысқа қалай шықсам болады басын айналдырмасам десем еще тұрмысқа шығып соған потом выясняется деп шығып тұрмайды таңертең ертең Дана Кентай вышла замуж с помощью GPT әлібековке тұрмысқа шығып алыпты деп ше сөйтіп жүрмек масқара қызық дамып бара жатыр негізі қазір бірақ қазіргі оқушылардың несі бұрынғыдай емес сияқты бұрынғы балдардікі сияқты емес өйткені ол кездерде телефон болмады интернет болмады енді агент болған шығар енді агентті да көріп өзі 1-2 жыл ары қарай уже бітіріп кеттік қой мектепті қазір YouTube Instagram TikTok көбісі сода қатты бір фокус қойып нені көре алмайды сабақ оқи алмайды сабаққа қатты фокус қойғысы келмейді тез информацияларды қабылдап алғысы келеді өйткені ондай 3 секундтық ғана шортстар болсын тикток болсын барлығы аз секундтықтар ғой киноның өзін көрсеңіз ше мысалға мен мысалы кино көрсем көріп жатамын ғой мысалы тез өткізіп болды или аяғы қалай болатынын догадываться ете тұрамын болмаса ше тез бәрін өткізіп тастайын болды қойшы өйткені заман сондай болып кеткен ғой информациялар тез беріп тез қабылдап тез не қылып бір жаққа барса да асығып все болмаса соны сұрайын деп пең все мен мына жаққа баруым керек мына жаққа бұрындары ондай емес еді ондай асығыстық жоқ еді спокойно қазір мысалы ән жазатын кезде мысалы аранжировка бастаймын демо істеймін отырамын тік бүйтіп қоямын ананы қоямын астын тоқисың сонымен тыңдап отырамын да минуты 2,5 минут асып бара жатыр е-мое ұзақ болып бара жатыр деген уже сондай қалыптасып қалған ғой баяғы әндеріме қарасам 3 минуттан асады 4 минутқа барады 2 куплет қайырма айтылып та проигрыштан кейін жай айтатын жері болып барып тағы да қайырмалап қайталап кететіндер бар қазір вообще уақыт жоқ қой тез жаңағы куплет басталады қайырма айтасың куплет айтып бір қайырма тез бітіру керек 2,5 минут болды нормально асып кетпесінші деп аранжировщик ағалар бауырларға барған кезде жетеді деп отырасың ғой өйткені ән тыңдаған кезде де менде ғана сондай ма білмеймін ғой куплеттің қайырмасын тыңдаймын екінші куплетін тыңдаймын болды уже ары қарай көп тыңдамаймын сразу болды жоқ барлық жерде барлық салада сондай болып 4 минут қой сенесің ба ана қыз шығарып салған деген ше үлкен тойханада нормально ғой мына кішкентай тойханалар болады ғой тағы бір айналдырып келесіз жарты шаг жүріп қоямыз ғой былай ана қызға тоқтат ән бітпейді әлі деп ше мына жақта бүйтіп жатады тамадалар короче тез қыздап кету керек мен не істеймін ана 4 минут бүйтіп в общем ішсе 55 қой қалай в общем как положено ғой бірінші куплет екінші куплет сосын проигрыш короче содан кейін барып ана жай жері провал сосын қайтадан тікеп немен кульминациясымен короче солай бизнес сондай еді ғой қазір класстастарың сыныптастарың бәрі тойға шақырады барасыз ба той қолың бос болса рахмет тойларға барасың ба рахмет той болғанда барасың ғой той анаңды алып енді класстасың бірақ қолың бос болмай қалған кездер болады босаған кезде уақыт келіп қалған кезде барып шығамын кәдімгі ше кәдімгідей өзгеріп кеткен класстастарым жігіт шаштары түсіп қалғандар да бар шаштары өсіп кеткендер бар дәу өткендер бар кішкентай болып қалғандар бар ше сол бірақ қазір мектеп бітіргенмен андай өзімді әлі жаспын деп қатты санаймын ше бірақ өзімнің кішкентайлар шығып жатқан көрген кезде Сәкен Майғазиевті немен көрдің ба класстастарымен суретін
сол кезде байқадың ба Сәкен аға жас көрінеді класстастар үлкен. Ой, Сәкен аға Сол жалпы Сәкен жалпы деймін да, біз бәрібір өнер адамдары класстастардың қасында көбісі жас көрінетін сияқты. Мне кажется, біз енді халықтың алдында жүргеннен кейін жаңа ғой, бәрібір өзімізге қараймыз, одан кейін энергетический обмен ғой, бәрібір халықтың махаббаты да көмектеседі. Мен мысалы бірінші сахнаға шыққанда түрім өте суық болды. Оны біле ма білмеймін, енді әділет ол кезде даже танимыз ба бір-біріміз. В общем, суық болдым, закрытый болдым тоже. Потом халық ана көп қошеметінен кейін жақсы отношения, Дана ханым, энергия. Соның бәрі менің жүрегім жұмсартты ғой. Кәдімгі жұмсардым. Білмеймін, кәдімгідей тоже мейірім махаббат ашылды менде де адамдарға деген жалпы. Соның бәрі әсер ететін сияқты. Біздің фильм 2010 жылғы түлектер туралы. Енді сол кездердегі қызықтар, сол кездерде енді телефондардың, агенттердің хит болып жатқаны жайлы толық сондай туралы баяндалады жалпы фильмде. Фильм енді 30 қазаннан бастап Қазақстанның бүкіл кинотеатрларында көрсететін болады. Сыныптастарыңызбен, жақындарыңызбен, достарыңызбен келсеңіздер болады. Өте тәрбиелік мәні бар. Жанрдың өзі последнее время халықтың өзі комедиядан шаршадық дейді, бірақ ең көп әлі күнге дейін комедияға барады екен. Қазір енді жанрлар ауысып жатыр. Бізде енді бұл жанр қандай сендерде? Бізде драма. Комедия бар енді бас жақтарында, бірақ тәрбиелік мәні бар. Драма жайлы, мектеп кезіндегі қызықтар жайлы, 2010 жылғы жизалар жайлы жалпы фильміміз. Карлов Нұрдәулет дебюті ол кісінің. Ойнай ма сол жерде? Алматыда тұр, қазір сол үйіндемін ғой. Кеше түнде көрсетіп отыр да, той барсақ жаңағы триллер көрсеңізші. Бірақ өте күшті әсерлі болыпты. Сен вообще көргенсің ба ютубтан сериалын? Ненің? Сыныптастың? Жаңағы бас жақтарын көргенмін одан кейін. Мен көріп шықпасам енді негізі ректе тұратынын байқайтынмын. Бірақ енді может кішкентай балалар көретін шығар деп мән бермейтін тұғым. Көреді сериалдардың бәрі осы басында бір-екі сериал көрді. Мысалы балалар ойнайды тоже, сол сияқты тәрбиелік мәні бар. Дәл сол сияқты, үлкен қадам құтты болсын ең бастысы. Үлкен қадам. Жалпы Қазақстандағы басында енді мынандай ғой, бір нәрсені айтып кетейінші, менің көзқарасымда. Басында ютубта тек әндер, клиптер ғана көп болды. Инстаграмда вайндар көп болды, әзіл жаңа нелер көп болды да, неге біз сериал түсірмейміз деген әңгіме басталды. Бәрі сериал жайлап түсіріп бастады. Жезуға шықты, аяқтан байгайыз, аяқтан нешеті сыныптас, квартир бір бәле дегенде жаңағы бір уақытта Баспроның өзінің сериалдары бар, мысалы күшті да кетіп сөйтті да что-то сериал көбейіп кетті. Бірақ дамып келе жатқан өте қатты көрініп тұр. Енді қазір кино әлеміне жайлап қадам басып келді, енді кино көбейді. Бірақ киноның осылай көп болғаны өте маған ұнап жатыр. Қуанышты. Өйткені бір-бірімен конкуренция бар жерде сапа бар. Бір-бірімен жарысады, бір-бірін тексереді, қарайды, мән береді. Бізде енді бір қуанатын жағдай, біздің кинотеатрларымыздың барлығын қарасаңыз, қазақша кинолар өте көп. Аллаға сан шүкір. Еще ең көп қаралым жинайтында, касса жинайтында соңғы бір 4-5 жылдықта тек қазақша кинолар. Қазақша кинолар, еще оның ішінде Алаш деп қойыпсыңдар, Рамазан Амантайдың несі ғой? Вот Рамазан Амантай десе мен качество бар екенін білемін. Енді өткені өзі әнші емес, биші емес, басқа емес, именно кино саласынан келген жігіт қой, соның бәрін бақылап, біліп, ол деген бәле ғой Рамазан. Бәрін бақылап, бәрін не істеп бірінші көріп алды да ол. Мықты адамдармен түсті, неше түрлі нәрселерге түсті, киноға да, сериалға да бәріне. Сөйтті да өзінің біліп алған, еще өзінің қосатын қосып, вот сапалы дүниелер шығарып жатыр. Сондықтан Рамазан інім деп мақтанып айтамын ғой мен кәдімгідей. Ана кино шығарып жатыр екен ғой, ана Томпашка десе, ол деген деп, ол деген еще ақын, композитор, әншілігі де бар деп сөйтіп жүремін. Сондықтан сыныптас демек Рамазан Амантайдың қатысы бар болатын болса, мен ойымша сапалы дүние деп ойлаймын. Өте сапалы дүние. Қуаныштымыз. Бұйыртса, 30-нан бастап Қазақстанның барлық кинотеатрларында. Премьерасы қашан болады? 30 қазан. Оны эфирден тыс айтып береміз қазір. Оны абамай деген айтып айтпақшы. Оны отдельно негізі айта беру сияқты мен ойымша. Жоқ, арнайы қонақтарға ғана ғой премьера. 29 ғой негізі Нәжет Қырғазы. Алматы қаласында 29. Арнайы бокстарды, сыйлықтарды алып сіздерге міндетті түрде алып барып беретін боламыз. Шақыртуларымызда.
не деген ностальгия болды. Спасибо. Мен шынымды айтайын, 9 класстан кейін мектептен кетіп қалдым ғой. Сонымен бала болып кетіп қалдық. Особо класстастарыммен жақсы қарым-қатынаста немесе бір хабарда қалмадым. Қазір класстастарым көріп отырса баршаларыңызға сәлем. Мен енді 90-дармен оқыдым ғой. Біздің 20 жылдық қашан екен енді? Құдай қаласа 20 жылдыққа шақырыңдар, барам. Рекатты айтып, Құдай қаласа. Бауырым, сені іздеймін. Қандай Жди меня ма? Жди меня. Бармысың бауырым? Бармысың бауырым? Жоқ, шынымен енді қарашы, 9 класста біз баламыз ғой. Енді ұл балдар молодец, сендер араласасыңдар, әділет. Өйткені ұл балдар ол өмір сондай. И қыздардың көбісі тұрмысқа шығып кетеді, мысалы андай қылады. Мен мысалы жаңағыдай колледж едім, консерватория едім, сөйтіп кетіп қалдым, шынымен араласпай кеттік та. Ол кезде андай жоқ қой, бір-бірімізге подписын, анау деген ондай Инстаграм еш нәрсе жоқ. Сонымен потеря болып бір-бірімізді терять етіп қалдық та. Бірақ енді бір-екеулер бар жазып тұратын, бірге оқыдық қой деп. Одан бөлек көріп жатса, Абжалелова Дана деген мен боламын. Дана Кентай деген мен псевдонимім ғой. Абжалелова Дана. Мен атын сыныптас. Қазақстанның барлық кинотеатрларынан қазанның 30-шы күні жұлдызынан бастап 30-нан бастап барлық кинотеатрларда келіңіздер, көріңіздер, біздің сыныптасты көріңіздер. Мектептік кездерін еске алайық. Барлық 30 жылдық, 10 жылдық тойлайтыннан бір алдын осы киноға келіп бір-бір көріп кетсеңіздер. Сағыныштан басасы деген ойдамыз. Сағыныш басатын шынымен мектеп кезде ойлап сағынып жүргендер болса, деп бір ностальгияны еске алып шығатын фильм болып тұр. Құрметті көрермендер, сіздерде де бір ойларыңызда жүрген мектеп кездеріңізде бастарыңыздан өткен қызықты әңгімелеріңіз, бір ұялатын немесе кейде ойлап бір күліп алатын оқиғаларыңыз болса, комментарийға жазып кетіңіздер, біз міндетті түрде оқитын боламыз. Баршаңызға рахмет. Менің семіргенімді жазып жіберіңіздер. Мен айтайын деп отырмын, как раз сен семіргеніңді. Жақсы, пока! Чао!